Сайгүліктеріміз 100% дайындықта және кетті. Жарысымыз бісміллә деп басталды. Соңғы жасыл камзолдағы Гуччи атты сайгүлігіміз старттық бокстан сәл кешірек шықты. Бірінші орында екінші номерде келе жатқан Юниана атты сайгүлігіміз. Ақпарат ретінде айта кетсек, Юниана былтыр Ресейдің Краснодар облысына барып, сол жақтағы үлкен ат жарыстарға қатысқан болатын. Екінші орында келе жатқан 6-шы номердегі Давидия атты сайгүлік, және оның артында 4-ші келе жатқан Сұлу жел атты сайгүлігіміз. Аттарымыз әлі жақсы күшпен келе жатыр. Қазіргі кезде бірінші, екінші орынға, жалпы бірінші орынға талас жүріп жатыр. Бұл жерде Юниана мен Давидия жарысып келе жатыр. Юниана ақырындап бөлініп жатыр бірінші топтан, және соңғы 500 метрлік алаңға шықты сайгүліктеріміз. Қазіргі кезде бірінші орында келе жатқан Юниана атты сайгүлігіміз, оның табанына басып келе жатқан қазір Сұлу жел атты сайгүлігіміз деуге болады. Міне Мұратхан бауырымыз, әріптесіміз де қосылып жатыр. Және Юниана, Мұрат, қалай ойлайсың? Алып қоя ма? Ала алмайды Юниана. Сұлу жел жете ала ма Юниана? Юниананы 500 метрге дейін ұстай алмайсың. Бәрекелді, бірінші жүлделі орынды жеңіп Байталдың жылдамдығы өте жоғары. Былтыр керемет өнер көрсетті. Алматы ипподромында ұтылмаған. Және де мен көрермендерімізге айта кеттім. Былтыр Юниана